Сәлеметсіз ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі видеода сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдерменен бөлісемін. Канал пайдалы десеңіз, жазылып, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдыменен Дейл деген әдіс, одан кейін мен кіммін және кубизм әдісі. Осы үш әдіс туралы толығырақ мәліметті біле аласыздар. Ең алдымен Дейл әдісі. Бұл қандай? Describe, яғни қандай да бір оқиғаны баяндау. Немесе суреттеу. Оқыған дүниеңізді, көрген дүниеңізді сипаттап, өлшеп, сынап айту. Одан кейін explain, яғни түсіндіру. Құбылысты немесе оқиға бойынша не білетіндерін, түсінгендерін суреттеп, түсіндіріп айтып беру. Одан кейін анализ, яғни талдау. Қандай да бір мәтінді, ақпаратты, шығарманы оқығаннан кейін талдап, қорытынды жасап, себептерін анықтайсыздар. Одан кейін links, яғни байланыс жасау, қорытынды жасау. Өзінде бар білімді, жаңа алған ақпаратқа анализ жасау арқылы өзінің білгендерін осыған дейін оқыған түйген дүниесін байланыстырып қорытынды жасап айту. Яғни бұл тапсырма оқылым мәтіндерін оқыған кезде, шығармаларды оқыған кезде талдап айтуға, ойын жүйелеп жеткізуге өте пайдалы. Одан кейін екінші мен кіммін әдісі. Бұл әдіс қалай жүзеге асады десеңіз, оқушылардың маңдайларына жапсырма қағаз ілесіздер. Бұл әсіресе көркем шығармаларды өткен кезде, көркем шығармадағы кейіпкерлерге талдау жасаған кезде өте қызықты әдістің бірі. Шығарма бойынша өткен тұлғалардың аттарын қағаз қиындыларына жазып, одан кейін әр оқушының маңдайына сол қағаз қиындысын жапсырып қоясыз. Одан кейін сол оқушы өзі туралы, маңдайына жапсырылған кейіпкер туралы білмеуі тиіс. Бірақ өзге оқушылар ол оқушыға мысалға, ол оқушы маңдайында жапсырылған кейіпкер туралы өзге оқушылардан сұрайды. Мысалға, мен кіммін деп, мен жазушымын ба, мен Ақбілек романы кейіпкермін бе. Әлде болмасын сіз мысалы Көксерек шығармасын өткен болсаңыз, мен жасым менің үлкен бе, егде ме, әлде болмасын менің жасым, мен оқушы жасындағы баламын ба, әлде болмасын мен Көксерекке менің пайдам тиді ме, әлде болмасын Көксерекке менің зияным тиді ме деп, яғни сұрақтар қою керек. Сол кезде оқушы өзінің кім екенін таба алуы тиіс. Ол жерде оқушының шығарманы түсінгендігін, бір жағынан ойын әдісі арқылы шығарманы түсінгендігін және кейіпкерлерге талдау жасай алатындығын толықтай түсінуге болады, яғни тексеруге болады. Одан кейін кубизм әдісі. Бұл кубизм әдісінде сізге кубик көмекке келеді. Әр кубиктің әр қабырғасына, яғни әр жағына сіздер тапсырмалар жапсырып қоясыздар. Мысалға, суреттеп айту, немесе салыстыр, бір нәрсемен салыстырып айту, немесе байланыстыр, таңда және қолдан деген секілді, яғни кубиктің әртүрлі қырына әртүрлі сұрақтар, тапсырмаларды құрастырып, оқушылардың қызығушылығын оятуға, тиімді қолдануға болады. Үшінші әдіс бұл кубизм. Кубикті алып, кубиктің әр қырына тапсырмаларды жазып қоясыз. Яғни бірінші мысалға суреттеген кезде түсі қандай, пішіні қандай, өлшемі қандай деген сұрақтар болуы мүмкін. Екінші мысалға салыстыр. Бір нәрсені екінші нәрсеменен салыстырмалы түрде тапсырма орындау. Үшінші мысалға өмірмен байланыстыру, немесе шығармалармен байланыстыру дегендей. Төртінші таңдау, яғни неден жасалған, неден тұрады, оны не үшін қолданады дегендей. Және бесінші бетіне қолдану. Яғни ол затты немесе сіз өткен тақырыпты күнделікті өмірмен байланыстыра отырып жауап беру. Яғни бұл да оқушылардың шығармашылығын, ізденісін, салыстыру, талдау дағдыларын тексеруге бірден бір таптырмас әдіс десек болады. Назарларыңызға рахмет. Канал пайдалы десеңіз, жазылып бөлісуді ұмытпаңыз. Рахмет.